Еліміздегі басты оқиғадан тағы бірер ақпар. Күллі әлем көз тіккен көшпенділер ойындары бітті. Медаль жауып мерейіміз үстем болған байрақты бәсекенің бүгін салтанатты жабылған күні. Ол шараға қатысқан тілшіміз Алдияр Айтбаев этноауылдан Қазмедиаға жете алмай, сол жақтан тікелей байланысқа шығатын болды. Алдияр, кеш жарық. Бұл енді тарихи сәт, өзің куә болдың, қалай өтті? Бара алмағандарға әсеріңді бөліс. Рахмет, ғалым, қайлы кеш көрермен, тойдың боларынан боладысы қызық дейді. Ел болып, жұрт болып дайындалған дүбірлі думанымыз аяқталды. Жалпы бұл біз үшін абыройлы міндет болды, себебі 89 елден 2,5 мыңға тарта спортшы келді, және де 1-ші қыркүйектен бастап 9-ші қыркүйекке дейін жалпы осы бас қаламызға 50 мыңға тарта шетелдік келген екен. Енді көріп тұрғандарыңыздай, қазіргі таңда этноауылда тірлігі тоқтап үстінде.